Işimizni ашып беру үшін сөз кезегін облыстық қоғамдық даму басқармасының қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директор орынбасары Мукеев Азамат Ырысдәулетұлына беріледі. Әріптестер, баршаңызға келіп жатқан мереке құтты болсын. Әлемде қанша этнос болса да, сонша тіл болады. Ал тіл деген өзіңіздер білесіздер, қарым-қатынас тілі. Бұл адам мен адамды байланыстыратын құрал. Сондықтан бірақ біздің мына Қазақстанның оның ішінде осы өңірімізде барлығымызды байланыстыратын бір нәрсе бар. Бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Бізде 35-ке жуық этнос болса, осының барлығын бір шаңырақ астында біріктіріп отырған ассамблея әрбір этностың тілін дамытуға, мәдениетін насихаттауға, салт-дәстүрін дәріптеуге осы ассамблея болып отыр. Биыл ассамблеяның 30 жылдығы тойланып отыр. Сондықтан мереке баршаңызға құтты болсын.